Сәлем достар, бүгін мен сіздермен балықты духовкада пісіреміз. Өте дәмді, жұмсақ, дәмі есте қаларлықтай болады. Алдымен каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Бізге қажетті заттар: балықтың приправасы, универсальный приправа, майонез, кетчуп, тұз және 1 ас қасық лимон суын, чеснок және сұйық майды қосып жақсылап араластырып аламыз. Балықтың барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Балықтың жанына картошканы да саламыз. Оған маринадқа универсальный приправа, кориандр, тұз және сұйық майды қосып жақсылап араластырып аламыз. Маринадтарымыз дайын болғаннан кейін ыдысымызға жайластырамыз. Мен фольгаға 2 балықты салып, картошкаларды жанына салып, жақсылап орап, ауа кірмейтіндей етіп орадым. Енді қызып тұрған пешімізге 180 градуста 45-50 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің балығымыз пісіп шықты. Өте дәмді, жұмсақ, керемет болып піседі. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Және де каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.